боянып киініп, қазір лук, серая футболка, сумка и все, мен дайынмын, кеттім универге. Мы едем в универ, университет Тома. А там алдымызда, да, а там селбей сейчас едем, селбей. Архитекторы. Өзімізбен бірге всегда материал тасып жүреміз. Бүгін кішкене кешігіп жатырмын. Өйткені бізде алдыңғы апта сағат болмаған болатын. Менің, режимім бұзылып кетті. 5 минутқа кешіктім. Біздің сабақ басталды. You wanna say hi to my vlog? Are we recording or is it like an image? It's Khadija. We are studying together. And also this is our class. If you see. Yes. And you have this questionnaire up for you to start sifting through it. We can put this on OneNote. Бізде қазір брейк. Өзіммен ноутты алып шықтым, өйткені бізде ертең submission. Вот. А так, кстати, вот мой total look of the day. Біздің осындай тамақ ішетін жер бірінші этажда орналасқан. Ал бүгін менің обедім ол noodles with dumplings, потом free. И по типу диетические колы. Короче, вот так вот. Аспос. Все, біздің сабақ бітті, наконец-то. Біз қазір Дубай Хиллсқа бара жатырмыз, чтобы учиться. Как всегда. Мы не устаем учиться. Смотрите, она какая крутая. Она водит машину. Это редкость в Дубае. Скоро, да, я скоро тоже буду водить. Біз қазір тамақ ішуге кірдік. Называется Дин Тай Фан. Как называется? Дин Тай Фан? Дин Тай Фан. Дин Тай Фу. Короче, біз тамақ ішуге кірдік. Өйткені универден кейін капец қарның ашады. Мен по идее қатты қарның ашып тұрған жоқ, но от того, что Аружан хочет. За компанию тоже решила покушать. Вот. И менде бүгін почему-то азиатская кухня, что на обед, что на ужин. Сейчас уже ужин. Вот. А я себе заказала я себе такой вот суп. Я не знаю, как он на вкус, но мне кажется прикольный. Лососёс. Это ты или я? Это я. Нормально? Да. Нет, я решила чуть-чуть. Нет, ты все вот так. Теперь. Өзімізге кофе алып алдық та, енді қазір сағат 6, хотя біз 1 сағат бұрын бастаған болатынбыз. Надеемся, что за 2 часа все успеем. Менің түріме мән бермеңіздер, өйткені мен бүгін таңертеңнен бастап енді біттім. Сағатты айтайын ба, сағат неше болғанын. Это ужас. Мен телефоным қайда? Мен телефоным. Мен жаңа ғана алдым оның қайда. Сағат 11:30. Сағат 9:30-да басталды сабақ менде. И в общем, 11:30-ға дейін оқыдым ғой. Нон-стоп. Ну, в принципе, мен үшін бұл қатты таңғалатын нәрсе емес, өйткені мен 5 жылдай осылай оқып келе жатырмын. Таңертеңнен кешке дейін, сол себепті уже үйреніп қалдым. Бірақ осы жылы мен көп болды негізі оқымағалы былай. Соңына дейін қалдыра берген ғой. Өстіп жүрем, сосын соңында бәрін.
Адамдар бар екен. Я не одна. В общем, мен қазір үйге бара жатырмын. Наконец-то буду спать. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Деп екінші рет айтсаң қалай болады екен. В общем, мен енді тұрдым. Түрімнен көріп тұрған шығар, бет аузым ісіп, әрең тұрмын. Әлі тамақ ішпегем, торт кермағам. Тұра салып сразу влог түсірем деп, өйткені именно влог мен басыма құйып алдым. Өйткені мен каждый раз ұмытып кете берем. Сосын мен ладно деп қаламда, сосын уже оказывается прикиньте, октябрь асылып кеткен ғой. Вот. Бүгін мен таң атпай сағат 5-те тұрдым. Неге? Өйткені бүгін менде экзамен по вождению. Яғни менде бүгін последний экзамен. Права алам ба, алмайм ба, ол кейінге қала ма, қалмай ма, бүгін шешілетін болады. Оған дейін тапсырған, бірақ мен тапсыра алмады бірінші реттен. Бүгін екінші рет тапсыратын болам. Надеюсь, я сдам. Бұл, короче, таң атпай сағат 7-ге жазылғам ғой, өйткені я хотела побыстрее сдать. Чем быстрее, тем лучше, тем быстрее я права получу, тем быстрее я буду на машине кататься. Вот. Доброе утро. Кеттік тамақ ішеміз. Қазір мен өзімен кофе жасайтын болам. И жақында мен осындай кружка алған болатынмын. Знаете, 21+, это когда сен уже өзіңнің алған посудыңмен, ыдыс-аяғыңмен мақтанасың. Мына кружка маған қатты қалды. Он такой, знаете, минималистичный, и при этом на жерінде золотистый линиясы бар. Андай отельдегі кружкалар сияқты. Мен өзім отельдің заттарына қатты қызығам бар ғой. Постельное белье, кружки, там, не знаю, халат, не халат. И мен қатты қызығатын осындай кружкаға. Осындай кружка алдым Зарадан. 45 дирхам тұрады. Кеше мен видеоны монтировать етіп жатқан кезде, мен, оказывается, права алған кезде мен өзімді түсірмеппін. Кажется, я была на эмоциях, и анау эмоциямен мен үйге қайтып, просто қыздарға айтуға тез андай асығып барған кезде ұмытып кеткем ғой видео туралы. И, короче, вот, мен права алдым. Все, я уже официально могу водить. И көріп тұрғандарыңыздай, мен сразу сол күні машинаны арендаға алып, универге әкеп тастасын деп, тез әкеп тастасын деп, өйткені мен қатты осы рульға отырғым келді. И, в общем, сөйтіп, мен права алдым, мені құттықтап қойсаңыздар болады. И егер осы видео ұнап жатса, онда комментарий жазып, лайк басып, және де маған подписация етіп қойыңыздар. Қалған нелерін дальше, короче, көре бересіздер. Давайте. Екінші күн біз әлі оқып жатырмыз. Бізде сабақ бітпейді әлі. Бізде 3 сағат қалды совместно, дедлайнға. Сол үшін біз әлі отырмыз. У нас, кстати, новое здание открылось. Вот так вот он выглядит. Очень красиво. Еще удобно учиться. Я в какой-то блог попаду? Да. Ты теперь famous. Come on, give me Все, біз универден кейін осындай жерге келдік. Матча ішуге. Называется Бакьяр. Всем привет. Ну, матчу не взяла. На голодный день когда? А ты что, не кушала? Ты завтракала. Это был завтрак плюс обед. А что ты ела-то? Пельмень. Нет. Пельмени или варенье? И то, и то. Мы сейчас едем кушать. Нам просто делать нечего, нам просто интересно. Да. Особенно Маган. Скажи, что это первая пробка. Моя первая пробка. Я только что первый раз перестраивалась. Тома в этом помогает. Хорошо, что рядом есть человек, у которого есть хотя бы какой-то опыт.
По идее, біз Томо екеуміз тамақ ішуден шаршамаймыз. Қазір бәрі біткеннен кейін уф деп Raising Cane's деген мына жерде, короче, осындай. Америкада өте қатты танымал. Получается, тауық еті, чикены, вот такой вот хлеб. Ой, почему фокус не ловит? И дай салат. И самый это знаменитый соус. Все говорят, почему ты перестала YouTube снимать. И это, знаешь, как будто притягивает. Ты снимаешь? Да, сейчас. Короче, среда, да, там не фокусируйся. Бүгін среда, үшінші күн. Мы выехали учиться в Дубай Хиллз. В этот раз уже с Томи. Өзіме осындай клавиатура алған болатынмын. Қазір будемде... Почему я такой шалақ казахстан? Қазір мені, короче, что вот. Жаңа мен Emirates Mall'ға соғып өзіме осындай клавиатура алған болатынмын. Бұл iPad'қа арналған. Бұл iPad'ты мен былтыр алғанмын. Соған мен клавиатура алдым. Қазір unpacking жасаймыз. Өйткені менің компьютерім ол өте үлкен. И өйні қара ғой. Черный цвет. Маған ақ деп айтқан болады. Боже, черный написано. И ладно, наоборот, хорошо. Да, хорошо, тебе же? Да. Капец, судьба. А я черный хотела. Магазинде маған айтқан болатын, қара түсіп қалып, тек қана ақ бар деп. Еще қара ғой деп. В общем, менің компьютерім ауыр да тасып жүруге. И осындай эссе, ана-мына жазған кезде, осындай кішкентай компактный iPad ұстап жүрген ыңғайлырақ. Теміз да? И... Так, все. Та-дам! iPad'дан компьютерға алып кеттім. Все? Не нормальный вид? Да. Ты очень красивая. Да. Біз қазір кішкене сабақ оқып алып, осындай магазинге кірдік. Называется Flying Tigers. Біздің любимый магазин. Короче, бұнда бәрі бар. Здесь всякие вещи, знаете, которые біздің подросток кезде, всякие DIY, не DIY, сондай заттардың барлығы бар мұнда. Это мини готовить что-то. Хэллоуин. И уже заттар дайын. Мне вот это нравится. Что? Үйге қойып қойсаң, ужас қой. Я хочу, чтобы у тебя всегда был зеленый цвет. Рахмет. Раз, два. Сәлем, әдемі каналына қош келдің. Кеттік. Я не знаю, что сказать. Пока. Смотрите, что я нашла. Қайырлы таң, бүгін бізде четверг. Бүгін бізде сабақ бойынша өте қызық күн болайын деп тұр. Бізде аптасына бір рет трип, яғни біз класспен бірге басқа жерге, басқа музей, офис, и плюс еще біздің проект жасайтын жерге барып, жерді өлшеп, будущем біздің жасайтын проекттің, короче, барлығын қарап, жер қалай, қандай үйлер қасында, соның барлығын зерттеуге баратын боламыз, и дальше уже посмотрим, как будет. И бүгін осындай күн келіп тұр, именно осы аптаға, осы видеоға, осы влогыма, и вот, короче, я туда поеду. Біз, короче, қазір автобусқа отырдық, вот так вот это выглядит. Астролерін көрсетсем просто андай шығады. Мен түсірме, деп арттағылар особенно. Вот. И если что, если қызық жерлер болып жатса, тоже түсіретін боламыз. Все, мы поехали. Біз қазір екінші локацияға келдік. Жаңа күшті локация болған, но почему-то мен түсірген жоқпын видеоға. Қазір ыстық дала. 40 градус точно бар шығар. И вот это вот такая локация. Мы здесь смотрим, фоткаем. Здесь қасында не бар. Анау-мынау. В общем, өстіп жүреміз.
sitting there. You do some red shit. It's so hot. This is good. Yeah, it's so nice. Отлично чувствуем, прям вообще. You see, we have this, we have this, we have cat, we have everything, even the book. Yeah. Біздің профессор тоғырса қалап отырған. Хась? А, нифига, он вообще на пол сел. А как? Давай еще раз. Давай. Біз, короче, осында жерге келгенбіз ғой. И капец, кайф, су болып, кішкене адам болдым мен. Бесстрашный. Бізде қазір брейк. Біз қазір 1 сағат берді тамақ ішіп алуға. И әрең дегенде бір ресторан таптық. Здесь, короче, арабская кухня. Сейчас покажу. Такая вот красота. Осылай жерде отырасың. И біздің тамағымызды бір-бірден... Тойна камераны істеу керек, кішкене қиын. Бір-бірден әкеп жатыр. Ару заказала себе лентил суп. Это же чечевичный, да? Да, Чечевичный суп. слишком желтый. Хумус, сосын мынандай нан. Но это же как у нас в Казахстане Пата. есть с луком, типа. Нет? Я. Мой шок в шоке, потому что мына жердің счеты 50 дирхамға шықты. А біз мындай көп тамақ заказ берген болатынбыз. Но, конечно, не прям... Не, он вкусный. Да, он вкусный, но просто специи көп, сол үшін біз қатты жей алмадық. Но именно вот это с хумусом вообще топ. Но вообще в целом 50 дирхамға Дубайда тамақ ішу бізге это прям новость. Бізге профессор купил пончики. Excuse me. Can you not? Это наш профессор, который в голубом. Вот это. Everybody here? No, they're still eating. Все, наконец-то бізде трип бітті. Қазір үйге баратын боламын. И еще, оказывается, бізде қыздар Тома, Сельби не могут найти такси. Сол үшін, короче, мен бүгін кішкене водитель болам. Вот, қасыларды алып кетіп, универге апарып, үйге барып, ұйықтаймын. И, в общем, да, кеттік. Мен үйге келдім. Мә бүгінгі күн бар ғой, мен үшін бір бітпейтін бір күн болады ғой, сондай болып тұр. И сағат әлі 5, представляете, мен әлі сағат, так, успею все сделать. Но бүгінгі күнімді мен, короче, андай более chill дейға арнайтын боламын. Өйткені күні бойы жүрдік, мына шашым не болады. Короче, түрім бәрі бішт болып отыр, вообще мән бермеңіздер. Қазір өзіме тамақ дайындайтын боламын. Негізінде мен осы влог түсіргелі көп дайындайтынмын, бірақ мен түсірмедім. Өйткені біздің кухня көріп тұрғандарыңыздай вообще эстетика деген нәрсені білмейді. Бізде шкаф жоқ, соның барлығы мынандай визуально шумный болып көрініп тұрады. Ойламаңыздар, типа, ой, капец, у нее там грязь. На самом деле, это просто у нас такая кухня, ни о чёмская. И вот, сол үшін мен көп түсірмейтінмін, бірақ қазір үйтіп-бүйтіп түсіріп көрем. Маған, в общем, подругам осындай замороженный котлеты беріп жіберген болатын, әкеп берген болатын. Соны қазір дәмін көретін боламын. И теперь я думаю, котлеты с гречкой или с пюре. Бірақ пюрені мен дайындап көрмедім. Гречка оңайырақ, рис оңайырақ. Не бар сонdan дайындаймын. Короче, қызық оқиға. Былтыр біз қазіргі уақытқа дейін всегда азық түліктерді заказ береміз. Магазинге барамыз, арасында супермаркетке, бірақ андай срочно керек кезде, там нан керек кезде, рис керек кезде, там лук, не знаю, что-то срочное, да. Сол кезде біз заказ береміз. И мен, в общем, бүйтіп кірдім да магазинге, онлайн покупкаға. Бүйтіп рис дедім да, заказ бере салғам ғой. Обычно рис деген мындай кішкентай упаковкада келмей ма, мындай максимум 1 килограмм. И, в общем, бүйтіп келе жатыр да, еще ойлап қоям, мынау рисің, там еще было написано, типа, скидка депті. Сосын мен ойлап қоям, да, скидка несіне керек бар, и так осындай тұрмай ма деп. Сөйтсем, маған мынандай дәуін әкеп тұр ғой, осындай. И осы ристі, осы күрішті біз былтырдан бастап, уже 1 жыл болып, әлі біткен жоқ, мынау бір ғой. Еще біз андай немізді қатты тамақ пісіреміз, бірақ именно риспен қатты қолданбаймыз. Сол үшін осы күрішті, короче, біз бітіруге тырысамыз. Вот, қызық история ма? Короче, мен қазір самолеттемін. Мен Астанаға ұшып бара жатырмын, таңертең
мүлдем ештеңе түсіріп үлгермедім, өйткені мен рейсқа өте қатты кешіктім. Бірінші рет мен ұйықтап қалдым. Ұшу уақыты сағат 1, ал мен 11-де тұрдым, представляете? И сағат 11-де сразу такси заказ беріп, ұйқымнан тұрып, бәрін заттарымды жинап, үйтіп шығып, әрең дегенде үлгердім. И қазір мен Астанаға жол ұшып баратырмын. Мен Астанаға жеттім, Аллаға шүкір. Өйткені соңына дейін ойлағанмын, осы Астанаға жетпейтін шығарым деп. Жеттім. Привет. Менің бөпем келді, балапаным келді. Мен үйге жеттім, қазір тез боянып жатырмын. Менде 20-10 минут қана бар. Қазір full мейкап жасауға тырысам. Но это вообще капец. Быстрее. Тиктокта Айшолпанның видеосы бар ғой, типа 3 минуттық видео. Сол сияқты боян деп тұр ғой. Айым! Hello! Қалдың ба, не? Қалдың. Вау, келіп қалып Қайда? Ой! Ера үйіне отырмайсың ба? Я білем. Мама қайда? Үйде. Ойдырдың ба? Анда самса бірдеңе бар ма? Ойдырдың ба? Жоқ. Короче, боянатқам ғой. Мен өліп боянатқам ғой. Осы мама осындай әкеп берді. Хотя бірдеңе перекусить деп. Это так мило. Вот чувствуется, что я дома. Дома. Самса жеп, айронмен. Hello. Қазір осы бардакты жинаймыз. Yes. Әдемі былғып кетті, как всегда. Я шу. Той болып жатыр жақта. Влог түсіріп жатыр. Мына ағайым, ане? Наконец-то тойға жетті. Три красотки. Мы, кстати, вместе учились. Кстати, вот мой аутфит. Үстіңгі топты мен Зарадан алған болатынмын. Ал астын мен былтыр жазда тіктім. И осылай образ шықты. Сыртынан пиджак кидім, өйткені қазір Астанада капец суық. Как вам мой аутфит? Все, бізде той бітті. Қазір біз, наверное, автопатиға барамыз, либо бармаймыз, посмотрим. Бүгін 6-шы күн влогтың, және де біз қазір Айер екеуміз кафеде отырмыз. Жаңа біз, Риксқа барып келдік. Мен бір кісіні бояндырып. Не успела, я забыла про влог тогда. Надо было снять. Всем привет! Смотрите! Чай в большом городе. Кто это? Наш. Это мама. Чай в большом городе. Кеш шары қымбаты достар, сәлем. Мөлдір махаббатпен шай в большом городе. Мөлдір, мен саған бір сұрақты қояйын деп едім. Әйелдің бақыты неде? Ақша, отбасы немесе гармония? Мен шаршадым. Болен көрсетіп жатыр ғой телевизордан. Туған күнін жасайды екен, той қылып. Барып келмедік пе? Құттықтап. Кешіріңіз, бізде тек қана шақырылған қонақтар ғана кіре алады. Сонда бұл қатындар кіргенде біз кіре алмаймыз ба не? Біз қатындар емеспіз. Біз культурные дамы. Дамың шығармай тұрған кезде кірсей бар. Дамир, алтын дүкенде саған жүзік алып жат. Құрбым, скоро сен қалыңды қатанасың. Эля, маған тұрмысқа шығасың ба?
Дамир деген жігітті қайдан тауып алғансың? Сырты бүтін, іші түтін. Жоқ, енді отыра бересіңдер ма? Көттерің су болып тұрайық та. Жігіт тастап кетіп жатқан қыздар хит болып кетіп жатыр ғой қазір. Жігіт тастап кеткендер сразу көтеріліп кетіп жатыр ғой. Батырали? Анау видеопрокаттағы черт ба? Баяғы сен артынан жүгірген. Өлең айт. Клип түсір. Өлең айтып жатқан кезде ше бүйтіп айт. Арамызда қалсын. Деп айтасың. Екеуміздің сөздер бірге жүрген кездер арамызда қалсын бәрі білмесінші өзге бақыттың еш бізде арамызда қалсын. Мен көп алданған адаммын. Ең алғашқы сезім біздің ыстық сезім жалындырды мәңгі сезімдерім жалғап екеуміздің махаббат. Қайырлы таң. Сағат таңғы 4. Біздің Нариман жолға шығып бара жатыр. Қайда баратсың? Францияға баратыр. Ой. В стране чудес. Лягушка, да? Да, лягушка. Нончик такой, нончик. Дербек. Ютубқа сәлем деп қой. Ютуб салям. Одни блогер. Біреу там. Он тоже наверное. Сәлем қайтадан. Бүгін влогтың соңғы күні. Және де бүгін менің Астанада болған күнімнің соңғы күні. Мен өзі 3 күнге ғана келген болатынмын. Менің бір үлкен минусым ол Астанаға келген кезде мен видео, влог, соцсеть туралы ұмытып кетемін. Нет, TikTok ұмытпаймын, өйткені мен сестренкаларым тиктокерші, и олардың қолдарында всегда сотканы ашсаң, сразу TikTok тұрады. Сол үшін мен де сөйтіп тұрсам, үйтіп активный болуға. Бірақ именно влогқа келген кезде мен ұмытып кетем. Неге екен, білмеймін, может, я не привыкла здесь так снимать. Тек қана Дубайда ғана үйреніп қалғаннан кейін ба. И сол үшін мен Астананың вайбын сіздерге дұрыс көрсете алмадым. Бірақ Астанаға дейінгі күндерді дұрыс көрсеттім, және де атмосферасын барлығын сіздерге бере алдым деген ойдамын. Егер видео ұнаса, сіздер маған лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Және де историяға салып, мені отметить етсеңіздер, мен өзімнің историяма салып, рахметімді айтып, и может быть, даже... Не, давайте реально сделаем так. Если комментарий жазып и еще мені отметить етсеңіздер историяңызда, я потом буду выбирать и потом отправлю подарок вам. Вот. Рахмет көргендеріңізге. Как раз мен ертең Дубайға ұшам и қайтадан влог түсіріп бастаймын. Нормальный. Давайте. Муа.